Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дайындайтын тамағымыз булгур. Егер сіз ПП өнімдерін қолданып жүрсеңіз, түскі немесе кешкі асқа осы булгурды ұсынамын. Булгур диеталық тағам түріне жатады. Жасалуы оңай. Олай болса, бастаймыз. Ең алдымен пиязды ұсақтап тураймыз және болгар бұрышында 4 бұрыштап турап шығамыз. Енді бір ас қасық көкей майын салдым. Үстіне пияз бен болгар бұрышын жұмсарғанша қуырамыз. Үстіне дәміне қарай тұз салдым және де дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Пияз бен бұрыш жұмсарған соң үстіне 1 стакан булгурды құрғақтай салып 3 минуттай араластыра отырып қуырамыз. Енді 2 стакан су құйып, қатты отта қайнаған соң астын басып 20 минутқа қалдырамыз. Булгур дайын болғанша тауықтың етін алып, үстіне тұз, паприка, қара бұрыш, кептірілген чеснок, соя және зәйтүн майын құйып араластырғаннан соң табаға қуырып 20 минутта пісіріп аламыз. Достар, видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар. Менің каналымнан тек пайдалы, ерекше, оңай ПП тағамдарын таба аласыздар. Булгур толықтай пісті. Үстіне консервідегі жүгеріні салып араластырамыз. Қараңыздаршы, бір-біріне жабыспай әдемі пісті. Енді көкөністерден менде салат жапырағы және черри помидоры. Сіздерде пайдалы, оңай тағамды жасап көріңіздер. Видео пайдалы болса, лайк қойып тіркеліп кетеміз. Сіздермен бірге болған мен Алтынай. Келесі видеода кездескенше.